Сәлем достар, сіздермен аниме өмір, және осы видеода мен сіздерге Минато мен Итачидің арасындағы мықтыны анықтайтын боламын. Ал кеттік. Және әдеттегідей мен ешкімге жақтаспай бәрін объективті түрде жасауға тырысамын. Мен бұған дейін Минатоның да Итачидің да қабілеттеріне тоқталғанмын. Сол себепті осы видеода оларға тек қысқаша ғана тоқталамын. Ал егер сіздер олардың қабілеттері жайлы толық білгілеріңіз келсе, онда менің Хаширама Минатоға қарсы және Итачи Нагатоға қарсы деген видеоларымды көрсеңіздер болады. Одан бөлек менде Итачидің да, Минатоның да өмірлері жайлы видеолар бар. Минато Намиказы жауды алыстан сезе алатын мықты сенсор. Авторлар оны Наруто тарихындағы ең жылдам шиноби ретінде адамдарға ұсынды. Оның чакрасы орасан зор және физикалық қабілеттері де жоғары деңгейде. Ол Хирайшин джутсу арқылы өзін не басқа объектілерді бір орыннан екінші орынға көшіре алады. Телепортациялау қабілетін Минато ерекше кунайлар арқылы жүзеге асырады, немесе ол басқаларға белгі қою арқылы оларды басқа орынға көшіре алады, және ол шурикен джутсу шебері болып саналады. Оған қоса ол белгілерді бір қолмен жасай алады, және ол белгілерді қажет етпейтін шабуылға арналған мықты нинджутсу Расенганды ойлап тапқан. Және Минато қайдан және қашан екені белгісіз Сенин чакра модо мен Курама модты игерген. Сенин чакра модо Минатоның барлық қабілеттерін едәуір жақсартса, Курама мод арқылы ол биджудама, биджу қолдары, Курамаға айналу секілді қабілеттерді қолдана алады. Оның шақырту жануары Гамабунта еді, және Минато өлім құдайы Шинигамиді да шақырта алады, және оған қоса ол Узумаки әулетінің нинджутсуларын қолдана алады. Ал енді оның қарсыласы Итачиге тоқталайын. Итачидің чакрасы орташа деңгейде, бірақ Мангекю Шаринган оның денсаулығын және әсіресе көздерін біраз әлсіреткен еді. Итачиде Минато сияқты белгілерді тек бір қолмен жасай алады. Оның тайджутсусы жоғары деңгейде және Итачи шурикен джутсу шебері болып саналады. Итачи қарғаларды шақыртып, олардан өз клонын жасай алады. Одан бөлек ол жарылатын клондарды қолдана алады. Және Итачи мықты кенжутсу, яғни қылыш шебері. Учиха әулетінің тумасы ретінде ол отты нинджутсуларды қолданады. Одан бөлек ол су, жел және йотон мен интон элементтерінде пайдаланады. Мангекю Шаринган арқылы Итачи Цукуйоми, Аматерасу және Сусано қолдана алады. Оның Сусаносы Тоцука қылышы мен Ято қалқанына ие, және Сусано арқылы Итачи Ясака Матагама нинджутсусын қолдана алады. Және Итачи Шисуидің бір көзіне ие, және ол Изанамиді да қолдана алады. Ал енді шайқас сценарийі мен қорытындыға кезек берейік. Менде 3 сценарий бар, және бұл шайқас өте тез аяқталады, себебі екі шинобиде өте жылдам. Минато Джуби Джинчурики болған Обитудан кейбір сәттерде жылдамдық жағынан басым түссе, Итачи Курама модтағы Наруто және Киллер Бимен жылдамдық жағынан теңесе алды. Ең алдымен Итачи мен Минатоның тірі кездеріндегі шайқасты көз алдымызға елестетейік. Шайқас кішігірім әлсіз нинджутсулар мен сәл-пәл тайджутсу арқылы барлаудан басталады. Бір-бірінің шамаларын байқаған екі Кано халқы арыстан енді өз мықты нинджутсуларын қолдану арқылы шешуші соққы жасауға кіріседі. Минато генжутсуға түсіп қалмау үшін Гамабунтаны шақыртып, Бунта Минатоны бақылап отырады. Итачи болса, Минатоны генжутсуға түсіріп, әсіресе Цукуйоми арқылы оны әлсірете алады. Бунта Минатоны генжутсудан шығарғанымен, Минато бәрібір әлсіреген күйі шайқасты жалғастыруына тура келеді. Минато өз тірі кезінде бізге Сенин чакра модын көрсетпеді, және ол кезде ол Курама модқа ие болмады. Сол себептен Итачи оны Аматерасу арқылы жақсылап өртей алады. Минато әрине өз кунайлары арқылы Итачиді күтпеген жерлерден шабуылдай алады, дегенмен бұл оны Аматерасудан құтқара алмайды, себебі Минато Итачи Аматерасуды нақты қай кезде қолданатынын біле алмайды. Минато Курама модсыз Аматерасу әсерінен құтыла алмайды. Сол себептен оған өзі өліп қалмай тұрып, қарымта шабуылға шығуға тура келеді. Ол Хирайшин арқылы Итачиның қасынан шыға келіп, оны Одама Расенганмен ұрған күннің өзінде Итачи өле қоймайды. Ол ауыр жараланады, және дәл сол сәтте Сусаносын іске қоса алады. Итачи Тоцука қылыш арқылы Минатоны ұстай алмайды, себебі Минато тым жылдам. Дегенмен Минато Аматерасудан алған ауырсыну шогынан өліп кетуі мүмкін. Минато
тек Итачиге белгі қойып үлгеріп, сол белгі арқылы Сусаноның ішіне еніп, Итачиді тағы бір рет Одама Расенганмен ұру арқылы өлтіре алады. Ал Минато өлім құдайын қолданса, Итачи Тоцука қылыш арқылы Минатоның нинджутсуы бітпей жатып, оны иллюзиялар әлеміне бұғаттап тастайды. Себебі Тоцука қылышы біз анимеде көрген жайттарға сүйенсек, өлім құдайының адам жанын суыруынан жылдамдырақ болуы керек. Оған қоса Сусано Минатоға Итачидің қимылдарын бөгеуге үлкен кедергі жасайды, яғни Минато Итачиді еш ұстай алмайды. Алайда Минато Сейнин чакра модын қосса, ол Итачиді бір мега Расенган арқылы өлтіре алады. Бірақ тағы да қайталап айтамын, Минато бізге тірі кезінде Сейнин чакра модын көрсеткен жоқ. Сол үшін бұл жай ғана теория. Осы фактілерге қарап, менің ойымша тірі кездегі Итачи тірі кездегі Минатоны оңай жеңе алады. Ал енді екі кейіпкердің пиктік күштеріндегі шайқасқа тоқталайын. Олар біздің кез келген екі кейіпкер өз пиктік күшінде шайқаса алатын симулятор аренада шайқасатын болады. Авторлардың сөзіне сенсек, Итачи өз пиктік күшіне тірі кезінде жетіп қойған. Бірақ Итачидің реваншистік ойға ие фанаттары бұл жайтты мойындамайды. Дегенмен мен әзірше Эдо Итачиді сценарийге қоспаймын. Ал Минато болса пиктік күшінде аз уақытқа Сейнин чакра модын және Курама модты пайдалана алады. Курама мод пен Сейнин чакра моды Минатоны одан да жылдам қыла алады, және табиғи чакра мен Курама арқылы Минато Цукуйомиден оңай шығып, енді ол Цукуйомидің әсерінен қатты әлсірей қоймайды, және Кураманың чакрасы оны біраз уақытқа Аматерасудан қорғай алады, және тым жылдам Минато әдеттегідей Тоцука қылышынан тез сытылып кете алады. Ал Ясака Матагаманы Минато биджудама жасап тоқтата алады, немесе өз жылдамдығы Нихирайшин арқылы соққыдан қаша алады. Изанами болса Минатоға әсер етпейді, себебі Минато менталды проблемаларға ие адам емес. Осылайша Минато Итачидің шабуылдарынан қорғана алады. Ал Итачи болса Минатоның белгі қою қабілеті мен Хирайшинге аса төтеп бере алмайды. Минато енді тіпті Итачиді Одама емес мега Расенгандармен ұра алады, және Итачи ондай соққыдан тірі қала алмайды. Итачи Шисуидің көзін іске қосуы мүмкін, бірақ Итачи Шисуидің көзі арқылы бізге нақты не көрсете алатыны белгісіз, және тіпті ол Кото Амацукамиді қолдана алған күннің өзінде тым жылдам Минато оны аз уақыттың ішінде өлтіріп кете алады. Итачи тіпті Шисуидің көздерін өз ішінен қарға ретінде шығарып үлгермеуі мүмкін. Әрине Итачи Изанагиді бізге ешқашан көрсетпеді, бірақ ол Изанаги қолданып тірі қалған күннің өзінде Минато бәрібір оны тағы бір рет өлтіре алады. Себебі Итачи Изанаги қолданса, ол өзінің бір көзін құрбан етуіне тура келеді. Сол себептен менің ойымша пиктік күштерінде Минато Итачиді тез әрі оңай жеңе алады. Ал енді Эдо Тенсей кезіндегі шайқасқа тоқталайық. Эдо Тенсей кезінде Итачида Минатода мәңгілік денемен бітпейтін чакраға ие болады, және олардың шайқасы тым ұзаққа созылуы мүмкін. Дегенмен Минато барьер құрастыру және Узумаки әулетінің нинджутсуларына ие болған соң, ол Итачиді теория жүзінде барьер ішіне қамауы мүмкін. Не ол Итачиді бізге белгісіз Узумаки әулетінің нинджутсусы арқылы мөрлеп тастауы әбден мүмкін. Дегенмен қайталап айтамын, бұл жай ғана теория. Ал енді бәрін қорытындылайық. Итачи Минатоны оның тірі кезінде жеңе алады, бірақ Эдо Тенсей және пиктік күштерінде Минато Итачидің барлық шабуылдарына төтеп беріп, оны жеңе алады. Демек Минато мықтырақ, себебі адамдарға кейіпкерлердің тек пиктік күші ғана қызық, ал пиктік күштер бойынша Минато мықтырақ болып тұр. Дегенмен сен, достым, астына өз пікіріңді міндетті түрде жаза кет, себебі мен барлық сіздер жазған пікірлерді оқимын. Ал егер сен Киллер Бee өмір жайлы көбірек білгің келсе, онда мына видеоны көрсең болады. Барлықтарыңызға көп рахмет, сау болыңыздар.